Сәлем достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ, өте дәмді шығатын синабони жасайтын боламыз. Жылы сүтімізге қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз еруі қажет, және де сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Сол кезде қамырымыз биік болып көтерілетін болады. Және де осылай үстінен дрожжымызды салып, жақсылап араластырып тұндырып қоятын боламыз. Дрожждың сұрығына мән беріңіздер, өйткені қамырымыз тез көтеріліп, жұмсақ болуына әсерін тигізеді. Осылай 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған тұнбамызға ерітілген сармайымызды салып, және де жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдырып, қазақша контенттің дамуына үлес қосуыңызды сұраймыз. Ұнымызды електен өткізіп, осылай салып аламыз, және де вилканың немесе қасықтың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз қолға жабысатындай қамыр болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді қамырымыздың бетіне себетін мак пен шекерімізді осылай араластырып аламыз. Сіздер құрық қанттың өзін салсаңыздар да болады. Ашқан қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Осылай биік болып көтеріліп шығады. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп, ұнымызға аунатып алатын боламыз. Және де осылай қолдың көмегімен жайып, ұнымызды кішкене сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа қамыр жаятын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұқа қылып жайыңыздар. Сіздер осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 20 штук синабони шығатын болады. Және де бөлме температурасында тұрған майымызды осылай жағып аламыз. Ерітілген сармай салмаңыздар, өйткені кескен кезде ағып кетуі мүмкін. Міне осылай біркелкі қылып жағып шығамыз майымызды, және де үстінен магымызды осылай біркелкі қылып сеуіп шығатын боламыз. Міне осылай қамырымызды шетінен орап аламыз. Және де қамырымызды тығыз қылып орау маңызды. Сол кезде біздің синабониларымыз әдемі көрінетін болады. Осылай орап алдық, және де үстінен осылай қысып шығатын боламыз. Өйткені синабониларымыз ашылып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде осылай арасын бір-біріне қосып шығыңыздар. Және де пешкамызды осы кезде қыздырып қоя берсеңіздер болады. Сіздер де осылай жіппен кесіп алсаңыздар болады.
Сол кезде беті біркелкі болып шығады. Табамызды майлап, осылай салып аламыз. Және де дайын болған синабониларымызды бетін жауып 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Міне осылай дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге салып 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді креміне бізге қаймақ және сахарный пудра қажет болады. Осылай шашырап кетпеу үшін бірінші қозғап алыңыздар. Және де ары қарай осылай көтерілгенше миксермен араластыратын боламыз. Осылай бізде біркелкі масса шығады. Дайын болған синабониларымызға жағатын боламыз. Міне біздің синабониларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде әдемі шығатын болады. Және де осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Дайындап қойған кремімізді осылай синабониларымыз ыстық кезде жағатын боламыз. Сол кезде арасына креміміз кіріп, дәміне ерекше дәм беретін болады. Синабониларымыз осылай шығады, өте жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, және де арнама тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назира.